Сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін жаппасай деген тамақты бірге жасайтын боламыз. Соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын жасап дайындап аламыз. Ол үшін ұнға жұмыртқамызды қосып, жылы суға тұз салып, нан илеп тындырып қоямыз. Нан тынғанша подливын турап қоямыз. Керек заттың бәрін осылай төрт-бұрыш турап аламыз. Одан соң барып қазанда қыздырып, май құйып, етімізді салып қуырамыз. Ет қуырылып болғаннан кейін пиязын салып қуыра береміз. Пияз қуырылып жатқан кезде картошканы турап дайындап қоямыз. Байқасаңыздар, барлығын төрт-бұрыш тураймыз. Нанға орағанда ыңғайлы болу үшін осылай турап дайындап аламыз. Енді қазанымызға сәбіздерімізді салып қуыратын боламыз. Тұз қосамыз, ұмыт кетпеңіздер. Тұздап, жақсылап қуырып аламыз. Салмасы қуырылып жатқанда қамырына кірісеміз. Тынып тұрған қамырды алып, жайып бастаймыз. Басында осылай қолмен жайып аламыз, одан кейін оқтаумен жаятын боламыз. Осы аралықта подливімізге томат салып, бір қуырып, суын құйып, уже қайнатуға жібереміз. Қасаңыздар, суын азақ құямыз. Осы подливтің бетін жауып тұрса ғана болды. Содан кейін уже қайнатуға қоямыз. Қайнағанша нанымызды жайып, бәрін дайындайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Жұқартып, астындағы дастархан суреті көрінетіндей болып тұру керек. Сонда жұп-жұқа әп-әйбат нандарыңыз шығады. Өстіп майлап аламыз, жақсылап тұрып, одан кейін алып, ұзынша етіп кесіп шығамыз осылайынан. Бірінің үстіне бірін қойып, оны төрт-бұрыш тығып кесеміз. Мантыға нан кескен сияқты төрт-бұрыш тығып кесіп аламыз. Дайын болған соң тақтайларға қойып, уже қазанымызға апара берсек болады. Осындай әп-әдемі қамыр шығады. Қазанымыз қайнады, суы да кішкене тартылған. Соған енді картошканы саламыз. Картошканы салған соң ақырын ғана жайып шығамыз. Толық араластырып тастамаңыздар. Одан соң нанын бетіне ақырын алып қойып шығамыз. Шет-шетін барлығына қоямыз. Ортасына кішкентай ғана домалақ орын қалдырып қоямыз. Ол ауа шығып пісуіне ыңғайлы болу үшін. Осылай айналдырып салып шығамыз. Осылай саласыздар. Осылай салып болғаннан кейін ортасында осындай орын қалу керек. Ол ауасы шығу үшін. Астын ең бай отқа қойып 1 сағат пісіреміз. 1 сағаттан кейін әдемі болып пісіп шығады. Нандарыңыз қараңыздар, жабыспайды, өте әдемі, езілмеген. Осылай ең бірінші нанын салып аласыздар. Одан кейін үстіне подливын салып, қысына берсеңіздер болады. Менің отбасымның сүйікті тағамы, атам қатты жақсы көретін осы тамақты. Сіздер де жасап беріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.